У нас бұл сынақ үйрету классында мына қазақша писа, яғни тежек писаны өтем. Бұған кететін материал 10 бір шыныдай ұны, одан кейін бір тал жұмыртқа, мына ұн илеуге кететін материал, бір тал жұмыртқа, 2 қалақ мөлшерінде ерітілген құйрық май. Енді құйрық май жақсы көрмесеңіздер, су май істесеңіздер де болады. Жалыны шыққан. Одан кейін 1 қалақ ашытқы, жарым қалақ тұз. Енді осыларды мына ұнға мына 1 тал жұмыртқаны салып, жұмыртқаны, жарым қалақ тұз, 1 қалақ ашытқы, одан кейін ерітілген құйрық майдан 2 қалақ осыны салып, жылымен сумен алдымен мына ұнды илеп аламыз. Ұнымызды илеп болдық. Енді өте қатты емес, негізінен жұмсақтау қылып илеп, мынаны енді 1 сағат мөлшерінде ашытып, жылы жауып, мынаны қоя тұрамыз. Енді қимасына кететін материалын дайындап қоямыз. Ұнымыз ашығанша қимасына ет, чанаған, одан кейін пияз. Енді оны қосатын материалдарды өздеріңіз жағдайларыңыз қарай көресіздер. Енді қызыл жасыл әдемі болу үшін көк лазы, қызыл лазы, сары сәбіз, қызыл сәбіз. Одан кейін мына су май азырақ, 2-3 қасық мөлшерінде су май, одан тұз, енді біраз қара бұрыш, зырян қоссақ болады. Енді оны азырақ қоссақ болды. Осылармен мына қимасын жасап аламыз.